Сәлем достар, сәлем. Қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге барынша береке тілеймін. Қазір сіздермен бір қызықты бір контентпен бөліскім келіп отыр. Ең бірінші даусымды тексеріп алайын дедім. Даусым қалай, жақсы естіліп жатыр ма? Егер жақсы естіліп жатқан болса, плюс қойсаңыздар. Мені кім таниды, танымайды, танитындар минус қойсын, танитындар плюс қойсын. Өзімді таныстырып өтейін. Аты жөнім Ақын Алмасбек Болатұлы. Рухани жаңғыру орталығының жетекшісі боламын. Педагог, ұстаз, психолог. Бүгінгі тақырып бір 5-7 минуттың көлемінде жаңа ғана семинардан шықтық. Студенттермен семинар өткіздік. Негізгі семинардың тақырыбы отбасы шаңырақ құруға дайындық. Рахмет, Әйгерім ханым, кері байланыс жасаған үшін. Егер дауыс жақсы естіліп жатса, онда 5 минутыңызды бөліңіз. Сонымен, достар, барлық бұл тақырып айтпақшы, қазір әтейін жатқан тақырып, тұрмыс отбасы құрмағандар және құрғандар үшін де маңызды деп саналады. Негізгі бірінші бөлімде біз елі зайыпты болмастан бұрын еркісі мен әйелкісінің психологиясы туралы айттық. Бүгінгі тақырыпта сол жайлы болады. Еркісі мен әйелкісінің психологиясы неде? Айырмашылықтар бар ма? Әлде айырмашылық жоқ па? Сіз қалай ойлайсыз? Еркісі мен әйелкісінің психологиясында қандай ерекшеліктер бар? Қандай айырмашылықтар бар? Өзіңіздің ойыңызды жазсаңыз комментарияға. Оған дейін мен өзімді айта берейін. Жалпы мынау ғалымдардың, психологтардың зерттеуінше ер мен әйел кісінің мынау психологиясында ең негізгі екі ерекшелігі бар. Ер кісілер, жақсы тыңдап алыңыз. Ер кісілер бұл нәтижеге бағытталған адамдар. Әйел кісілер болса, олар процеске негізделген. Мысалы қалай? Мысалы балалар футбол ойнаса, егер гол соға алмаса, онда ешқандай да бір супер-пупер ойын болды деп есептемейді. Барлығы ойын түк қызық болған жоқ деп қайтады. Көңіл күйлері болмайды. Ал егер гол соғатын болса, олар үшін үлкен бір істі бітіргендей болды. Неге? Өйткені олар нәтиже көрсетті. Әйел кісілердің психологиясы бойынша бұл процеске негізделген. Процесс, яғни тамақтың жасалуы, үйдің құрастырылуы, тойдың боларынан бұрынғы процесі сол маңызды, сол қызықты болып табылады. Осы екі нәрсені біліп алса, ер кісі де, әйел кісі де қарым-қатынас барысында оңай болады. Енді екінші айырмашылығын көрсетейін. Ойлау қабілеттері қандай? Мысалы мынау адамның жаңағы интеллектуалдық ақылы десек, бұл эмоция деп санайық. Әйел кісілерде бұл екеуі бірдей жұмыс жасап тұрады былай. Тоқтамайды. Кезек-кезекпен барабанды ұрады ғой, сол секілді осылай жұмыс жасап тұрады. Мысалы, я десе, 2-3 сағаттан кейін жоқ деуі мүмкін. Оған таң қалмаңыз. Сосын бүгін егер бір қалыпты дүние болған болса, мысалы 100 мың ақша тапқан болса, келесі күнде егер 100 мың табылмаса, бітті. Неге 100 мың табылмады? Неге олай болды? Неге олай деп өз-өзін жей береді. Ал ер кісіде қандай? Ер кісіде егер эмоция өшіп тұрса, онда тек қана не жасайды? Интеллектуалдық, яғни рационалды ойлау жүйесі 100% қосылып тұрады. Егер мысалы ер адам бір жұмысқа қатты кірісіп кетсе, ол қарын ашқанды ұмытып кетеді, отбасында ұмытып кетеді, көрмей қалады, ешкімді көрмей қалады. Ал егер керісінше рационы өшіріп, эмоцияны қосатын болса, ол 100% соған кіріп кетеді. Мысалы, тойда деп ойнап жүр. Жүр кеттік, ертең жұмыс қой, қайтайық десе, қайда барасың?
қазір ғана басталды ғой той деп соған 100% беріліп кетеді. Осыны бұл екінші ерекшелік. Еркектер мен әйелдердің арасындағы психологиясындағы айырмашылықтар. Келесі дәлірек айтқанда тақырып бұл мынау адамның позициясы. Позиция деген не? Жалпы адамдар 4 позицияда адамдармен әңгімелеседі. Мейлі ер болсын, әйел кісі болсын, үлкен болсын, кіші болсын. Ең бірінші позиция бұл мен жақсы, сен жаман. Бұл позицияда әр сөйлеуші адам, мысалы мен жақсы адам деген позицияны ұстанған, бірақ ол жаман деген позицияны ұстанған адам, әрдайым оның жағасынан ұстап тұрған секілді позицияда сөйлейді. Тыңдаушы адам өзін солай сезінеді. Бұндай қарым-қатынас ұзаққа бармайды. Екінші позиция бұл мен де жаман, сен де жаман. Яғни мен егер жамандық көрсем, сен де жамандық көру керексің деген секілді. Мен кедей болып өстім бе, сен де кедей болып өсесің деген секілді. Бұл мысалы мынау Үндістанда кастаға бөлінеді ғой. Егер кедей болып туылған болсаң, онда сен кедейге тұрмысқа шығасың, біз үйленесің. Байға мүмкін емес. Үшінші позиция бұл мен жаман, сен жақсы. Мұндай позицияны ұстанған адам өзінің ойын айта алмайды, өзінің сұрағын қоя алмайды, маңызды өзін сыйламайды, жақсы көрмейді. Тек қана назарды өзгеге аудара береді. Оның айтқаны дұрыс, оның айтқаны маңызды, рас деген секілді. Бұл позицияда ұзаққа бармайды. Ерте ме кеш пе жаңағыдай жарылады, ана адам жарылады. Төртінші позиция бұл құпталатын позиция, мен де жақсы, сен де жақсы деген позиция. Яғни бірдей деңгейде ұстау. Өзін де жақсы көреді, өзгені де жақсы көреді. Өзін де сыйлайды, өзгені де сыйлайды. Барлықтарыңызға осы позицияны ұстануға кеңес беремін. Сонда отбасы болсын, қызметте болсын, бала тәрбиесінде болсын, коммуникацияда болсын, бұл жаңағыдай ұзақ мерзімді стратегиялық қарым-қатынасқа, коммуникацияға негізделген позиция болып табылады. Бүгінгі әзірге осы. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі эфирлерімізді міндетті түрде күтіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіз, адамның психологиясын зерттесін, білсін, танысын, және міндетті түрде отбасыларыңызда әрдайым тыныштық, береке, үндестік орнасын. Ізгі ниетпен Ақын Алмас. Барлықтарыңызға сәттілік.